Құрбандық шалу қайдан шыққан? Құрбандық Құдайға жақындау мақсатында орындалатын діни ғұрып. Діни деректер бойынша рәсім Ибрахим пайғамбардың өз ұлын құрбандыққа шалмақ болған оқиғадан бастау алады. Алайда соңғы сәтте ұлының орнына төбеден қошқар түседі. Құрбандық сонау ежелгі майя тайпалары мен ацтектерде кездеседі. Майя тайпалары құдайлар разылығы үшін шыңырауға ұл балаларды лақтырған деген деректер бар. Ал ацтектерде құрбандыққа шалыну абыройлы іс деп қабылданған. Құрбандар ғаламды энергияға толтырады деп сенген. Құрбандық шалу исламнан қазақ дүниетанымына етене сіңген. Алайда ежелде қазақтар көкке қан емес ақ шашқан. 4 түлік малдың өнімдерін биікке қаратып шашқан. Ұзақ жолға сапарлатқан жолаушының артынан ақ төккен. Үйге жылан кірсе үстіне ақ құйып шығарып салған, өлтірмеген. Яғни пайда үшін